Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге заварные пирожные рецептімен бөлісетін боламын. Яғни Пари-Брест десерті. Бұл Пари-Брест Францияның ең танымал классикалық десерттерінің бірі. Париж қаласында Брест-Пари веложарысына арналып жасалынған десерт, сондықтан оның формасы велосипед дөңгелегіне ұқсайды. Ең алдымен заварной тесто дайындап аламыз. Сотейникке су, сүт, шым-шым тұз бен шым-шым қантымызды саламыз, және де сары майымызды саламыз. Сары майымыз ерігенше араластырып тұрамыз. Содан кейін үстінен ұнымызды салып, лопатканың көмегімен қамыр илейміз. Қамырымыз сұйықтықтың барлығын бойына сіңіріп алғанша лопатканың көмегімен араластыруды тоқтатпаймыз. Сұйықтықты бойына сіңіріп болғаннан кейін сотейнигіміздің астында корочка қалу керек, яғни осындай корочка. Демек қамырымыз дайын деген сөз. Содан кейін сотейниктен шығарып, басқа ыдысқа қамырымызды салып, лопатканың көмегімен суытамыз. Содан кейін жұмыртқамыздың барлығын араластырып аламыз. Суыған қамырымыздың үстінен аз-аздан сала отырып, миксердің көмегімен миксерлейміз. Тестамыздың состояниесін көріп отыру үшін жұмыртқамызды аз-аздан салуымыз керек. Барлық жұмыртқаны бірден салып жібермеңіздер. Заварной тестамыздың дайын болғанын осылай лопатканың көмегімен бөлуге болады, яғни үш бұрышты осындай форма қалуы керек. Дөңгелек формамызды ұнға батырып алып, пергаменттің бетіне осындай дөңгелек формалар жасап шығамыз. Содан кейін насатканың көмегімен қамырымызды жайғастырып шығамыз. Алдын ала қыздырылған 180 градус пешімізге 40-50 минуттай пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан уақытын өздеріңіз қарап отырыңыздар. Ендігі кезекте кремін дайындауға кірісеміз. Творогқа ванильный сахарымызды салып, блендердің көмегімен езіп аламыз. Содан кейін бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майымызға сахарный пудрамызды салып, миксердің көмегімен ағарғанша миксерлеп аламыз. Оның үстіне дайындап алған творогымызды салып, миксердің көмегімен бір келкі масса болғанша тағы да миксерлеп шығамыз. Біздің пирожныйларымыз пісіп шықты. Осындай қып-қызыл болып қызарып пісуі керек. Содан кейін ортасынан бөліп, кремдерімізді жағып шығамыз. Бетінен сахарный пудрамызды сеуіп, холодильникке салып мұздатып жесеңіздер өте дәмді болып шығады. Рецепт ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздер де отбасыларыңызға жасап қуантыңыздар. Сіздермен бірге болған мархабат.